баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге трендте болып жатқан Барби стиліндегі капкейкелер дайындаймыз. Өте дәмді, әдемі болып шығады. Жасалу жолын толық көріп, видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Бізге қажетті заттар сұйық май, құмшекер, ұн, жұмыртқа, айран, ас содасы, қамыр қопсытқыш және осындай жидкий краситель қолданамыз. Бірінші айранымызға ас содасын салып қоямыз. Ас содасы мен айран бірігіп реакцияға түседі, яғни көтерілетін болады. Айранымыз міндетті түрде бөлме температурасындағы жылы болуы қажет. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай айран мен сода бірігіп, мынандай көпіршік болып жатыр. Осылай көтерілуі керек. Ұнымызға қамыр қопсытқышты салып араластырып дайындап қоямыз. Таза ыдысымызды алып, жұмыртқамызды саламыз. Үстінен құмшекерді саламыз. Енді миксермен араластыратын боламыз. Бастапқыда төменгі жылдамдықпен араластырамыз. Одан кейін ең жоғары жылдамдыққа дейін көтереміз. Массамыз екесе ұлғайып, қантымыз еріп, әппақ күйге енуі қажет. Енді осының үстінен бір тамшы ғана қызыл бояғыш тамызамыз. Көп тамызып жібермеңіздер, қып-қызыл болып кетеді. Осы бір тамшы жеткілікті болады. Ақшыл қызыл түс береді, яғни розовый цвет беретін болады бізге. Бояғышты қиғаннан кейін миксермен бір араластырып алдық. Енді айранымыздың үстіне сұйық майды құйып, екеуін араластырып дайындап қоямыз. Ендігі жасалу кездерінде мұқият боламыз. Ұнымызды бірден барлығын салмаймыз. Тек қана кішкене бөліктен бөліп салатын боламыз. Бірінші кішкене бөлігін салып алып, миксерлеп жереміз. Одан кейін үстінен жаңағы айран мен сұйық май араласқан сұйықтығымызды құямыз, бірақ барлығын құймаймыз, кішкене бөлігін ғана құямыз. Тағы бір араластырып жереміз. Қайтадан кішкене ұн саламыз. Тағы бір араластырып жереміз. Осылай біз сұйықтықпен жаңа ұнымызды біртіндеп, яғни бірінен соң бірін салып, отырып араластыратын боламыз. Қайтадан қалған жаңағы айран мен сұйық майымызды құйдық. Енді қалған ұнымызды салып араластырамыз. Яғни алма кезек жасайтын боламыз. Кондитерлік дүкендерде осындай капкейкелерге арналған қағаздан жасалған формочкалар болады. Осындайды сатып алып қолдансаңыз дұрыс болады. Енді үстінен дайын тұрған сұйықтығымызды құямыз. Формамыздың жарты бөлігіне ғана құятын боламыз. Толтырып құймаймыз, өйткені пісу барысында көтерілетін болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығына жарты қылып орта қылып құйдым. Осы рецепт бойынша 8 штук шығады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170-180 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Капкейкімізді әрлеу үшін жазу жазатын боламыз. Ол үшін мастика қолданамын. Дәл осындай мастика жасаудың рецебі менің каналымда бар.
Осы мастикамызға кішкене ғана бояғыш тамызып, ақшыл қызыл түске енгізіп аламыз. Мастикамызды ақшыл қызыл түске бояп, дайындап алдық. Енді кішкене крахмал сеуіп, осылай жайып аламыз. Одан кейін осылай домалақ қып ойып аламын. Жазу жазып аламыз. Кондитерлік дүкендерде осындай пищевой фломастерлар сатылады. Сондай алып қолдансаңыздар болады. Крем дайындаймыз. Бізге қажетті заттар сүзбелі ірімшік, қант ұнтағы, кілегей. Крем дайындайтын ыдыс аламыз. Осындай кішіректеу, ұзындау, шұңғылдау болғаны жақсы. Сүзбелі ірімшігімізді саламыз, яғни творожный сырды. Үстінен қант ұнтағын саламыз. Әзірше кілегейді құймаймыз, миксермен араластырып аламыз. Қант ұнтағы мен сүзбелі ірімшігіміз бірігіп араласқаннан кейін кілегейді құямыз. Міне араластырып дайындап алдым. Енді кілегейді құйып, крем жасайтын боламыз. Бастапқы кезде жай жылдамдықта, одан кейін ең жоғары жылдамдыққа дейін көтереміз. Креміміз әбден қою болғанша араластырамыз. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай осындай қою болып шығуы қажет. Осылай қою болып дайын болғаннан кейін миксерлеуімізді тоқтатамыз. Ары қарай миксерлеудің қажеті жоқ, өйткені креміміз іріп кететін болады. Мінекей қою болып әдемі болып шықты. Осындай кондитерский мешокқа насадка кигіздім, басын қиып алдым. Енді дайын кремімізді салып аламыз. Капкейкелерімізге кремімізді әдемілеп осылай орналастырып шығамыз. Әдемілік үшін капкейкемнің үстіне ақшыл қызыл, яғни розовый цветте посыпкалар сеуіп жібердім. Үстінен жазу жазылған масикаларымызды қойып шығамыз. Мінекей дәмді, өте сүйкімді болып шығатын Барби стиліндегі капкейкеларымыз дайын болды. Достар, видео ұнаса лүпіл басып пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Және де алдағы уақытта осындай рецепттерді жіберіп алмас үшін маған тіркеліп кетіңіздер. Және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғаныңызға рахмет.